Бүгінгі видеода ECP кілтті онлайн қашықтықтан алып үйрететін боламын. Алдымен менің видеома лайк басып каналға тіркеліп кетіңіз. Дәл осындай QR-кодты сканерлейтін программа қажет және өзіміздің WhatsApp-ымыз компьютерге осылай жалғанып тұру керек. WhatsApp вебпен. Және мен деген өзіңізге жазалатындай қылып номеріңізді шығарып қою керексіз. Одан кейін egov.kz сайтына кіреміз. Кіргеннен кейін төмен қарай түскен кезде получение ECP удаленно деп тұрады, соны басамыз. Получение ECP удаленно деп біріншісін басамыз. Облачно дегенді басып жібермейміз. Заказать услугу онлайн. Бұл жерде физическое лицо дейміз және иін номерімізді жазамыз. Отправить запрос. Удостоверение личности. Дальше. Мына жерде номер телефонымызды жазуымыз керек. Және получить код дегенді басамыз. Сообщение кодпен келеді, соны осы жерге енгіземіз. Енгізгеннен кейін бізге QR-кодты шығарып береді, бірақ біз ол үшін камерамыз сөндіріп қоймыз керек. Сол кезде ғана QR-код шығады, бұлай уақытта камера қосылып кетеді. Біз не істейміз? Телефонымызға осы QR-кодты суретке түсіріп аламыз да, сразу WhatsApp мен деп өзіміздің контактымыз тұр ғой, мінекей. Содан скачать етіп аламыз, мінекей мен құсатып суретке түсіріп WhatsApp-қа жіберіп жатырық. Оны скачать етіп алдық. Және манағы ашып қойған программамыз бар. Бәрін тез жасау керек. Осы жерге загрузить изображение деп қоямыз, сол кезде QR-кодты сканерлейді. Мына жерден копия жасап аламыз. Және ссылканың копиясын жасап алып, клиентімізге вставить етіп жібереміз. Сосын видео проверкаден өту керек. Ол клиентке де айтып қою керексіз. Тез жасалынады барлығы деп. Иін айтады, телефон номер айтады ол кісі. Кодты да тез айту керек, және на видео проверкаден де тез өту керек. Жазып жібереміз, тез өтіңіз деп. Тез болмаса, кей жағдайда алынбай қалады. Қайтадан жасау керек болады осының процестің барлығын. Бұл кілттің де жарамдылық мерзімі 1 жыл. Клиент өтіп жатыр. Манағы бетке барамыз, осылай тұрады. QR-кодпен өткенде бәрі жақсы болған кезде осылай шығады. Разрешить деп бетінде басамыз. Осылай шықты. Мына жерде птичканы қоямыз мына жерде. Келісім береміз, то есть подтвердить етеміз және қай жерге сақтау керектігін табамыз. Выбрать хранилище деп тұр. Сол кнопканы басамыз, көк болып тұрған. Өзіміз алдын ала дайындап қойған папканы белгілейміз мына жерде. Және де достар, менің видеома лайк басып, YouTube каналыма тіркеліп және колокольчикті басып қойыңыздар. Түрлі осындай пайдалы ақпараттарды сіздерге беріп отыратын боламын. Барлығы да тегін. Загрузить сертификаты дегенді басамыз. Және пароль жазамыз. Мына жерге уже паролін жазып жатырмыз. Парольді 2 рет қайталап жазамыз. Ешқашан ұмытпайтын пароль болу керек. Және сохранить дегенді басамыз. Болды, бізде кілт дайын сақталды. Сақтап қойған жерден көрсетіп жатыр. Мінекей ең астында тұр, сәттілік.